Day 8. 8-ші күн. I intend to see myself detaching from stubbornness. Detaching, to detach деген етістіктен түрленіп тұр. To detach, ажырау, бөліну, аулақ болу, бұл мағынада бұл аулақ болу дегенді білдіреді. Алыстау, to detach, бөлек дегенді білдіреді сол. I intend to see myself detaching from stubbornness. Stubbornness деген, stubborn деген ол бірбеткейлік. Stubbornness бірбеткейлік. Stubborn, не, stubborn бірбеткей. Stubbornness, 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 stubbornness бірбеткейлік. Қырсықтық. Қазақша айтқанда, күнделікті сөзбен айтқанда. Жұмыс орнында басқа адамдармен тіл табысып жүру үшін ондай бірбеткейліктен кішкене аулақ болған дұрыс жалпы. I intend to see myself detaching from stubbornness. Day 9. I want to see myself being flexible in different circumstances. Мен өзімді әртүрлі жағдайларға икемделгіш адам ретінде көргім келеді. Flexible, 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 икемделгіш, иілгіш. Different, түрлі, әртүрлі. Different, different, different. Circumstances, circumstances. Жағдайлар деген сөз. Circumstances, circumstances. I want to see myself being flexible in different circumstances. Мысалы, жұмыс орнына барғанда біз үйдегідей, тура үйдегідей болып жүрмейміз ғой, көбінесе кішкене икемделіп жүреміз. Ол кез келген жағдайда төзгіш болу деген сөз емес, ол жөніменен жөні болғанда солай икемделгіш болу деген ол жақсы әдет. Сонымен, I want to see myself being flexible in different circumstances. Мен өзімді әртүрлі жағдайларға икемделгіш, иілгіш ретінде, адам ретінде көргім келеді. Day 10. 10-ші күн. I want to see myself being adaptable in changing conditions. Мен өзімді өзгермелі жағдайларға бейімделгіш адам ретінде көргім келеді. Кеше біз алдыңғы бетте біз өткенбіз. Flexible, ол икемделгіш. Adaptable, бейімделгіш. I want to see myself being adaptable in changing conditions. Adaptable, to adapt деген етістіктен түрленді деп айтуға болады. Adaptable, бейімделгіш. To adapt, бейімделу. Adaptable, бейімделгіш. Changing, to change деген етістіктен түрленген бұда. To change, өзгеру, өзгерту. To change, ал changing, өзгерістегі, өзгермелі. Conditions, жағдайлар. Conditions. I want to see myself being adaptable in changing conditions. Day 11. I want to see myself avoiding procrastination. Procrastination, осы сөзді орыс тілді аудиторияларда прокрастинация деп айтып жүрген, бұл сөздің мағынасы істі кейінге қалдыра беруге бейімділік. I want to see myself avoiding procrastination. Мен өзімді істі үнемі кейінге қалдыра бермейтін адам ретінде көргім келеді. To avoid, қашу, аулақ болу. To avoid procrastination, істі кейінге қалдыра беруден аулақ болу. Міне, айтылуы, жазылуы, айтылуы, transcription. Procrastination, негізгі екпін nation, осы буынға түседі. Жанама, екпін procrastination. Инге түсіп тұр procrastination.
procrastination, 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 procrastination. I want to see myself avoiding procrastination. Day 12. 12-ші күн. I want to see myself avoiding complacency. Avoid деген алдыңғы бетте болды. Avoid, міне, to avoid, қашу, аулақ болу. Complacency, жайбарақаттылық, масаттанушылық. Жайбарақаттану деген салғырттық деген сол мағынаға келе ме жоқ па, бірақ масаттанушылық деген жақсы келеді бұл жерде. Бәрі жақсы болып жатса, бір жерге түскенде адамдар жайбарақаттанып кетеді. Бәрі ол енді солай өзгермейтін сияқты. Бірақ жайбарақаттылыққа салынып кетпеу керек. Әрқашан бір жағдай болып қала ма деп кез келген уақытта дайын болып отыруға тырысу керек. I want to see myself avoiding complacency. Міне, complacency, 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 complacency. I want to see myself avoiding complacency. Мен масаттанып кетуден аулақ болғым келеді. Day 13. 13-ші күн. I intend to learn new things continuously. I intend to learn new things continuously. Continuously деген міне үзбей жалғастыру. Жалғастырмалы түрде. Continuous. To continue деген етістік бар. Жалғастыру деген сөз. Continuous деген adjective, сын есім, жалғасымды. Continuously бұл істеу, adverb. I intend to learn new things continuously. Істеулер етістікті пысықтайды деп айтқанбыз. Мұнда to learn, үйрену, қалай үйрену? Үзбей жалғасымды түрде үйрену. Үзбей үйрету. I intend to learn continuously. I intend to learn new things continuously. Мен жаңа нәрселерді үйренуді жалғастыра беруге ниеттімін. Day 14. 14-ші күн. I embrace learning and studying. To embrace деген бұл етістік, негізгі мағынасы құшақтау. To embrace, to embrace, 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 embrace. Міне, құшақ жая, қабылдау деген мағынада болады. Бұл сөйлемді I embrace learning and studying. Learning үйрену, studying оқу. Мен үйренуге және оқуға құштармын деп аударуға болады. Learning, studying, to learn, to study деген етістіктерден жасалған. Gerund деп атайды оны. Оны біз gerundты кейін басқа сабақта бөлекше өтеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Сабақ бітер алдында мен мынандай нұсқаулар бергім келеді. Осы үйренген жаңа сөздерді бірнеше рет қайталау керек. Repeat the new words in order to practice pronunciation. Сол жаңа сөздердің қалай айтылуын және қалай айтылуын есте жақсылап сақтау үшін біраз қайталау керек. Write the words to practice writing. Writing also helps to memorize the words better. Сол сөздерді бірнеше рет қайталап жазу керек. Жазып үйренген сайын, қайталап жазған сайын, ол мида есте жақсы сақталады. Және де үшіншіден make your own sentences using the new words. Осы жаңа үйренген сөздерді әр күні сол сөздерді қолданып өздерін сөйлем жасасаңдар тіптен жақсы. Әзірше осымен сау болыңдар. Келесі сабаққа дейін. Until next lesson.